Айымгүл деген бір қатын бар еді, достар. Айымгүл деген аты, Айымгүл дейтін ем. Осы біздің осы ауылда тұрады, ауылдың бөтен шетінде. Жерде, учаскеде тұрады. Балдары бар, есейіп кеткен. 5-6 бала туған қатын ғой. Өзі жүргіш, нағыз жүргіш қатын енді. 5-6 бала туған, балдары есейіп кеткен. Жасы менен үлкен, жасы енді 50-ден асқан қатын, бірақ сыртқы көрінісі өте стройный, әдемі. Түрі өте бір харизматичный да, түрі өте әдемі, тартымды. Ондай фигурасы ондай жоқ, арық. Жасы үлкен болғанмен арықты, ондай біздің қатындардай көмпек емес. Арық, стройный, нағыз құшақтап, тоңқайтып, алдыңа алып көтеріп итеретін қатындар ғой, шіркін жеңіл. Сол қатынмен сөйлестім, сол итертпей кеткен қатындар туралы тағы да айтайын деген сол. Айымгүл есіме түсіп, сіздерге айтып беріп отқаным, достар, сол қатынды біраз ухаживать еттім, шіркін, талай үйіне барып, қонақ болып, үйінде отырып, үйінде ана прихожка кірген жерінде отырады, жер үй дедім ғой, ескі участке жер үй, ертеде салынған. Сол балдары енді көбіне кеште барам, түнде. Балдар енді орта жаста, енді мектепте ғой, бәрі жатып қалады, біз екеуміз отыратын едік. Аржаңдасып әңгіме айтып, пивоны жақсы ішеді, ол арақты ішеді, және мас болмайды. Айтайын дегенім үшін мас болмайды. Мен мас болып қалатын едім көбіне, сосын мойындарын құшақтап, қолын ұстап, қолын сүйіп, енді бір ухаживать етіп жүретін едім ғой, енді бір итерейін деп, ол енді бірден бермеді енді ол. Айтайын деген бір-екі рет үйіне бардым, ішетін едік. Қолдарын сүйіп, мойындарын құшақтап сүйетін ем. Сосын жақсы кетейін деп шыққан кезде үйге барайын деп сыртқа бірге шығатын едік. Енді жаз айлары ғой, жаз күз айлары. Күн жылы, сол сыртқа шыққанда құшақтап, жақсылап құшақтап, көтенін қысып, белінен қысып құшақтап, ернінен сүйіп, енді ауыз сасып тұратын еді, шіркін енді. Кәдімгі үлкен бір әбігер қатын ғой, әбігер емес енді бір стройный қатын. Көтені ондай жоқ, жасы 50-ден асты дедім ғой, енді емшекте салбырап жатыр, түрі шамалы тартымды, харизматичный. Енді ауыз араққа сасып тұрғасын, аузынан мен айттым ғой, мен ерінен ауыздан сүйген ұнайды маған, сосын біраз сасып тұрған аузынан біраз сүйісетін ем, шіркін құшақтап, далада есіктің алдында. Көтенін қысып, емшектерін қысып, бір-екі ретта етегін көтеріп, давай жалап берейін дегенде ол ұялатын еді, ұяла ма, етпей ма. Одан кейін менің тешағымда тұрады ғой, сосын ол қолымен менікін әрі-бері былай тигізеді, сосын мен оның қолын ұстап, мені давай хотя кішкейтіп ағызып бер дейтін ем, шіркін, сосын бірге тұрып, жанымда тұрып, ол мені қысып беретін еді. Кішкейтіп, драшт етіп сүйерді, ағызып, бірақ енді аузына бірден ала қоймады, Содан кейін бірінші күндер, кейін екінші, үшінші күндерді мас болып үйінен шыққан кезде сыртта, енді үйінде көбіне нете алмайтын ем. Айттым ғой, үйінде 2-3 баласы бар, мектепте оқиды. Енді балдарының алды бір 5-ші, 6-ші класс, 7-ші, кейіні бір 1-ші, 2-ші класс па, бір 3 баласы бар. Енді кішкентай ғана үй ғой, баяғы Союздың кезінде салынған үй, 3 бөлмелі ма, 4 бөлме үйіне. Қолайсыз енді үйінде тыңқиту. Сыртта үйінің артына шығып шіркін. Стенаға жарға тақап қойып құшақтайтын едім, сөйтіп сол жерде бір күні сол тыңдамай, бір халат, сосын халатын көтеріп өзін тікетіп қойып, өзім алдында отырып, халатын көтеріп, ішінде бір ақ кәдімгідей түрси бар, кәдімгі хозяйственный түрси, мәш түрси емес, кәдімгі үлкен шаруашылық түрси, хозяйственный. Сондай түрси екен, түрсиін алдын шешіп, қарнын, кіндігін, іштерін былай искелеп, жалап, тістеп жеңілге
аймалайтын ем, сол кезде кейін амынам шамалы. Тістелеп, амында жамалып жүрім бар, Сол кезде бір соңғы кездескенде, сол амын жалап тістеп, ам сасып тұр екен шіркін, біраз иіс бар амында, енді ол ойлаған жоқ қой жалайды деп, Сол кезде тұрсың, тобығына дейін, аяғына дейін шешіп тастап, сол жерде шарға тақап қойып, амын жақсылап бұлшыратып жалап бердім, өзі де аңқылдап. Менің басымнан, екі қолымен менің басымнан ұстап тұрып, үйкеледі, олай изеңдеп, амын бетіме изеңдеп, менің де бетім шылқып кетті оның үстіне. Еще амынан айттым ғой, жуылмаған ам екен, өткір иіс шығып тұрды шіркін, сідіктің иісі, Ол да шіркін қоса кайып беріп, оның үстіне ішіп алғанбыз, Шіркін бір ерекше кайып беріп, жарықтық, Сол кезде сол сыртта бұлшыратып жалап беріп, ол да сол кезде жарықтық қатын, енді ешкім амын жаламаған екен белгілі болды, Сол кезде 5-6 рет изеңдегесін. 5-6 рет изеңдеді ғой, изеңдеген кезде сол мен де жақсылап амының еріндерінен жалап, аймалап, жеңіл тістеген кезде бітіріп жіберіп еді, шыдамай, ыңқылдап, ақылеп, бетіме бітіріп, бетім шылқып кетіп еді сол жерде, шіркін. Сол жалап бердім, кейін сол әдеттегідей мені тұрғызып, менің төсегімді қолымен ұстап, кейін сорып берші деген кезде потом дейді. Енді жылы қызық қатын, енді орысша сөйлейтін, енді потом деп сол жерде менікін қолымен енді қысып, кашайттап, дрожь етіп ағызып беріп, шіркін, енді менікін шамалы дрожь етті, енді бір 5 минуттай. Менікін дрожь етіп жатқан кезде мен оның емшектерінен қысып, ерінен сүйіп тұрдым, тістеп, мойнынан аймалап, Енді дрожь етуге де нормально ғой, енді қасында қатын дрожь етіп тұрса, Мен де нормальный кайып алып, сол жерде, мен де бітіретін едім, Ауызға кейін берермін деп жүргенде, бір күндер маған ренжіп қалды, SMS жазсам WhatsApp'тан, неге десем, сен үйленген екенсің ғой дейді, енді ауылдың бүтін шетінде тұрған, мен әуелі үйленген жоқпын деп алдап едім. Кейін мен үйленген екенсің, мен үйленген еркектермен жүрмеймін деп майысты сосын, шіркін. Ол енді мен бойдақпын дедім де, мен бойдақ деп ойлағанда, сол екеуміз бірге саунаға барайық, бассейнге барайық деп келісіп жүріп едік. Бір күндер сол маған WhatsApp'тан жазады, сен үйленген екенсің ғой. Оказывается, мен үйленгендермен жүрмеймін, неге алдайсың, туда-сюда, анау-мынау дейді, жақсы дедім сонымен. Давай бұлшыратып жалап берейін дегенде, жоқ, мен ренжідім, анау, жақсы, сосын қой құрсын, ладно дедім. Қатынның сол емес қой, сол мен сол. Айнагүл қатын тек жалады да, амын бұлшыратып, 2 рет па, маждап, көтендерін қысып, Енді тығып итеруге де болатын, мен itергем жоқ, Оның үстіне үлкен қатын, тек жалап бердім. Ол тек менікін қолмен дрожь етіп ағызып берді. Сол бермейтін қатындар туралы әңгімемнің соңы жалғасы болсын деген сол ғой, достар. Айнагүл деген, Айымгүл аты, Айымгүл дейді. Айымгүл қатын да сол бермей кетті. Одан кейін мен көргенім де жоқ, Ол айтып, оның үйі ауылдың екінші басында, мен екінші жағында да, расстояние өте алыс. Сол үшін мен оны көрмеймін, достар,